Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде аңсаған сәби бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жақындарым не дейді? Осы экоға жақындарының, туған туысқандарының көзқарасы қандай, жалпы қауымның, қоғамның көзқарасы қандай, осы тақырыпты өрбітетін боламыз. Осыған орай бүгін біздің эфирде қонақта өз бастарынан осы программаны бірнеше мәрте өткізген, қаншама қиыншылықтардан өткен, түбінде жеңіске жеткен пациенттеріміз келіп отыр. Аманат қылып өзім алғаннан соң қиянат қылуым келмеді. Енді қайнапкем келеді, қайынсіңілім келеді дегендей болды, таста керек емес, мен бауырыма ұрпақ керек, ажырасыңдар деген сияқты енді ортада айғай шу жаңағыдай болды. Көбіне қолдау көре алмай қалып жатады біздің пациенттер. Күйеу жағынан да, ата-ене жағынан да, өз туыстарынан да. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Сәлеметсіздер ме? Өздеріңізден бастайын енді. Жалпы неше жыл сіздерде бала болмады? Қандай этаптардан өттіңіздер? Қашан эко жасау туралы шешім қабылдадыңыздар? Үй ішіңіздің, ата-енеңіздің, әке-шешелеріңіздің бұған көзқарасы қандай болды? Қолдауы қандай болды? Және экодан қандай нәтиже көрдіңіздер? Неше рет жасадыңыздар эконы? Осы жайында айтып өтсеңіздер. Гүлнұр мен Серік Сейдалиевтер аңсаған сәбиіне 8 жылдан кейін қол жеткізген отбасы. Жақындардың сөзімен сынына төтеп берген келін, атұстарын көптен күткен әке бүгінде Әділет есімді ұл тәрбиелеп отыр. Біз бала көтермегелі, бала сүймегелі 8 жыл болды. Енді әйел адам тұрмысқа шыққан соң ана болу ол мақсаты. 8 жыл қиналдық. 8 жыл не көрмедік, бірнеше бір қиындықтардан да өттік. Тұрмысқа шыққан соң, енді бізде қазақта тұрмысқа шыққан соң, ол бір айдан кейін бала көтеріп кету керек, негізі. Бір айдан кейін уже туған туыс, ағайын туыс былай тұрсын, көрші қолаң аңдиды, сөз қылады. Жаңалық бар ма? Ең бірінші сол көрші қолаң ғой. Одан кейін бірнеше жыл қиналдық. Емханаларға бардық, емделдік. Негізінде менде женский жағынан ақаулар болған. Оны күйеуіме айттым, күйеуім білет, күйеуім қолдады. Енді уайым қайғы болды, тастап кете ма, ажырасамыз ба деген. Енді күйеуіме де айтып көрдім, сізге ұрпақ керек, мүмкін ажырасайық. Өзіңіз енді ұрпақ сүй үшін, бала сүй үшін басқа әйел алыңыз деген сияқты енді бір әңгімеміз болды ортамызда, бірақ. Әрине ол басқа әйел ал дегенде любой еркекке ауыр тиеді ғой. Достарымды көрем, құрдастарым, класстастарым көрем, бала шағасын ертіп көшеде жүреді. Балдармен анда баратады, мында баратады, қызығасын. Шынын айтқанда қатты қызығасын. Атұстар ұрпағың артында қалмаса, ол ат баққаңда бір тиын болып тұр да. Әрине жаман қиын болды басында. Неше жылда, 1 жыл шыдадық, 2 жыл шыдадық, 3 жыл шыдадық. Ол ажырасып кетіп басқа әйел болуға болады. Бірақ енді менің әйелімде ақау бар деп, оны аманат қылып өзім алғаннан соң қиянат қылуым келмеді. Оңай емес енді, шынын айтқанда ол әркімге әртүрлі, ол басынан өткен адам ғана түсінеді. Басында өткізбеген адам оны түсінбейді. Бірақ Аллаға шүкір шешім бар екен. Сол жеңілдікпен осындай қуанышқа жетті. Қазір Аллаға шүкір ұлымыз бар. Әділеттен ұлымыз бар. Уже 2 жасқа толып қалды. Асып баратыр даже. Бізден бақытты отбасы жоқ қазір. Енді жалпы ақылы
жасасқанға жағдайларыңыз болмады ғой, иә? Бізде шынымды айтайын жағдай вообще болмады ондай. Естігенбіз, ондай бар деп естігенбіз. Барғымыз келеді, бірақ қалтаң көтермегеннен кейін үйден шыға алмайсың ғой. Иә. Үйден шыға алмайсың қалтаң көтермегеннен кейін. Бір талай қаражат керек оған, екінің бірінің қалтасы көтермейді. Пациенттер келіп жатады, машинамызды саттық, малымызды саттық, тіпті ауылдағы үйімізде саттық деген пациенттер болған. Енді ананы тыңдап отырып, шынымен көзіңе жас келеді да, қаншалықты бала маңызды екенді, ана отбасы үшін. Енді сол жеңілдікке сіздер қай жылы қалай іліктіңіздер осы квотаға? Біз 2020 жылы қаулы қабылданды. Соны біз ести сала, енді күйеуіме айттым. Екеуміз бірінші енеме мама деймін, енемді, бірақ ол кісіге айтқан жоқпыз. Бірінші екеуміз ақылдасып, ойласып сөйтіп алдық. Содан кейін күйеуім айтты, енді мамама айтып көр деп. Не дегенмен келсетін шығар деп. Өйткені оған дейін 8 жылға дейін бізде деген енді қайнапкем келеді, қайынсіңлім келеді дегендей болды. Таста керек емес, мен бауырыма ұрпақ керек, ажырасыңдар деген сияқты енді ортада айғай шу жаңағыдай болды. Иә, көңілшек, мен жылауықпын, жылап ол кездері. Бірақ енем қайта жоқ, Құдайдың бергені болады, ажыраспайды деп қайта, Аллаға шүкір, енемнің арқасында қолдап отырды. Содан кейін күйеуім жұмысқа кетті. Күйеуім жұмысқа кеткен соң біз енем екеуміз қалдық. Содан кейін таңғы шайдың барысында, дастархан басында отырып айттым енеме, осындай шығыпты, қалай ойлайсыз? Біз Серік екеуміз барып келек деп едік, көрек деп едік, мүмкін оң нәтижесі болатын шығар деген үмітпен деп. Ол кісі үндеген жоқ, тек қана жылап жіберді. Қуанышын солайынан көрсетті. Одан кейін кешке күйеуім келді. Күйеуім келген соң айтты, барыңдар, көріңдер, мүмкін бұл мүмкіндік шығар, Алла тағаланың сендерге беріп тұрған, құр қалмаңдар деді. Сосын екеуміз қуанып әрине бардық. Бізде жақсы нәтиже болды. 2021 жылы босандым, олды болдым. Қазір 2-ден асып жатыр. Оның енді бала сүю деген, ол деген нандай бір керемет нәрсе де, айта алмаймын сөзбен. Қалай 8 жыл осы баласыз жүрдік деп ойлаған шығарсыз? Иә, ойладық. Бұрынғы өмір емес. Қазіргі өмір. Еш жаққа барғың келмейді. Бір той тумалақ болады, достарың шақырады, коллектив шақырады. Жұрттар балаларын той беріп атады, ал бірге барайық десек, бәрі бала шағасын ертіп баратады, ал біз екеуміз қоқиып, тек алақанымыз бір-бірімізден ажыраған жоқ, тек екеуміз жетіп барамыз. Барғанмен қуанып барасын, шығатын кезде әйелімде жылап, менде көзіме жас толып, сол тойханадан шығып кетеміз еріксіз. Ерте барып, ерте шығып кетуге тырысамыз. Ал қазір Аллаға шүкір, той десе, баламызды киіндіріп алып, сол тойға барғанша асып тұрамыз. Тамададан бірінші барып барамыз ғой. Той иесіне бірінші барып, ресторанға алдында баламызды ойнатып күтіп отырамыз. Алланың берген сыйын, нығметін мақтануға болады. Адам ұрпағымен мақтанады ғой. Адам ұрпағымен мың жасайды. Мен басында сенген жоқпын. Үмітті адам үзбеу керек екен, бірақ үмітім үзілген еді. Екоға сенбедіңіз ба? Екоға вообще сенген жоқпын негіз. Бұл қайдан болады? Болса ол мен ойлағам, байлар да болады деп. Көп ақшаны береді, сол ақшамен может бит жіберуге болатын шығар деп. Сөз ондай емес екен. Ондай жоқ екен. Шынына екен, бірақ бірінші нәтижесінен уже сондай мен жүктім деген кезде мен тұрдым да қалдым. Таксовать етіп келіп үйге келген кезде айтты, мамам егіл-тегіл жылап жатыр. Өзім көз жасын ұстай алмай. Ары қарай уже мен үшін өмір өзгерді. Бұрынғы сенбеулік дегеннің барлығы қалды. Тек болашағымды ойладым, болды. Каждая 6-я семья в Казахстане не может иметь детей. Социальные опросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода. В связи с этим президент поручил правительству увеличить количество квот по программам экстракорпорального оплодотворения до 7 тысяч, то есть в 7 раз. При этом в прошлом году в очереди на экстракорпоральное оплодотворение в рамках гарантированного объема медицинской помощи стояли 8 тысяч бесплодных пар. Басында енді көтерген кезінде енді қатты қуануға да қорқатынмын.
қуансам бісмілла деп жаңағыдай жететінмін. Қатты қуануға қатты қорқатынмын, өйткені тумағанша 9 ай болып ішім шықпағанша мен мүмкін емес, қуанғым келген жоқ. Босанғаннан кейін уже қуанышымда шек болған жоқ. Оған дейін енді неше түрлі қорқыныш болды, түсіп қала ма, басқа бола ма деген сияқты, бірақ Аллаға шүкір, нәтиже 10 болды бізде. Қазір енді сол баламыз, оны ұруға да қорқамыз, ұрсуға да қорқамыз ғой, әкесі жоқта ұрсып қоямыз. Әжесінің баласы. Мен негіз басында келіншегім айтқан кезде бұл бағдарламаны осындай эко жайлы болады екен бала деп, мен мүлдем сенген жоқпын бұған. Ой, қайдағы бізді қара, басқаны қара деп, ондайға барып атқан адамдар мың шығар. Содан кейін келіншегім документ жинады. Мен басында вообще сенген жоқпын ғой, бұл осындай бізге тегін жолдама беріп жатыр деген кезде. Тегін эко деген не ол деп па? Иә, ол тегіннен тегін ештеңе болмайды ғой. Баласы үй құлмазар дейді ғой, одан Құдай сақтасын. Бүкіл осы қазағыма тілерім. Әр қазақтың үйінде алтын бесігінде қошқардай ол жатсын. Аумин, аумин. Әр еркектің мен тілерім жігіттерге, әр еркекке әке бақытын тілеймін. Әр әйелдерге ана бақытын тілеймін. Соған негіз сену керек. 8 жылдан кейінгі ең алғашқы қуанышымыз, бақытымыз міне осы. Қазір үйге барсақ, қуанамыз, ойнаймыз, күлеміз. Баяғы жылау деген барлығы кетті. Алла шүкір, анамыз да қазір жалғыз өзі қоқиып үйде отырған. Қазір немересімен үйдің іші кәдімгі базар қазір. Базар деңізші. Базар, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Сіздер үшін қуаныштымын. Себебі сіздердің тағдырларыңыз бізге келіп жатқан пациенттердің тағдырлары, мың тағдыр, сондай тағдыр, осы тағдыр, осы бәленбай жыл бала жоқ, жылау, үйдегі әртүрлі кикілжіңдер. Шынымен сіз айтып отырғанда менің алдымда қазір мың пациенттің тағдыры бүйтіп көз алдыма бүйтіп өте шықты да. Әрбір пациенттің, тіпті пациент әйел деп бізге пациенттер әйел адам деп жылағанда, енді біраз өзіңді әйел адам болғаннан кейін көресің да, ол еркектің жылаған бұдан да ауыр болады екен. Еркек келіп көмектесіңізші деп жылағанда, шынында да бұл өте ауыр жағдай. Енді сізге сұрақ. Осы жерде қандай психологиялық көмек керек осындай пациенттерге? Енді біздің қонақтарымыз өзі бір керемет жұп екен. Сіздерге тәнті болып отырмын. Өйткені қиындықтың бәріне төтеп беріп, жеңіп, қол ұстасып, қиындықтың бәрінен өткендеріңізге үлкен алғыс айтқым келеді психолог ретінде. Сосын сіз қазір қаншама Қазақстан көрермендеріне, қаншама адамға үміт сыйлап, үлгі болып отырсыздар дегім келеді. Аналарыңыз не деген дана кісі, қолдау көрсетіп, өз қызындай қандай қиындық болды дедіңіз, неше түрлі әңгіме болды. Соның өзінде жоқ, сол Құдайға сеніп, бәрі болады, тек әрекет ету керек деген үлкен кісінің ақылы қандай керемет. Негізі осылай жұмылып қана шешуге болады. Сол кісінің арқасында, жолдасыңыздың арқасында сізді қолдап отырғанда осындай нәтижеге жетіп отырсыздар ғой. Турасын айтқанда, кейде болады бізде қаншама салып жатамыз, бір саламыз, екі саламыз, болмай жатады кейде. Әйелі жылап келіп жатады. Ол жығылған үстіне жұдырық деп, күйеулерге әйелдерін төмпештеп кетеді ғой. Саған салып берген баланы туа алмайсың, салып берген баланы көтер алмайсың. Қолдау аз. Қолдау жоқ. Жығылған үстіне жұдырық болады. Одан пациент ешқандай жақсылық көрмейді. Түбінде екеуі жаққа кетіп, не болмаса бір жолата келмей кетеді сонымен. Жұбайыңызға ерекше бір рахмет айтқым келіп отыр. Сізді қолдап, осындай кішкентай баланың дүниеге келуіне себепші болып отырған бірден бір осы кісінің арқасы деп айтар едім.
Енді бізде ондай жігіттер бар, ондай жолдастар келеді. Осы әйелін подсадка жасаған күннен бастап бүйтіп көтеріп алып кетеді, алақанына салып, одан тест шығады, жүкті болып келеді. Шайды да өзім жасаймын, тамақты өзім жасаймын, жатшы тек осы баланы маған туып берші деп. Ондай пациенттер жоқ емес, бар. Бірақ көбіне қолдау көре алмай қалып жатады біздің пациенттер. Күйеу жағынан да, ата-ене жағынан да, өз туыстарынан да кейде. Сол тұрғыдан енді психологтың көмегі үлкен қажет. Ол жерге тек қана әйел адам бармау керек, если жолдасымен бірге барып жатса, ол тіпті жақсы болар еді әрине. Қазір енді мына квота көбейіп жатыр. Соның арқасында міне бірінші жемісін сіздер көріп отырсыздар. Әрине квотамен кейбір пациенттер айтып өтеді, ой, біз квотамен де қаншама ақшамыз шығып жатыр деп, иә. Әрине анализдеріне кетеді, кейбір дәрі-дәрмектеріне кетіп жатады. Негізгі процедура, негізгі эко жалпы тегін ғой. Ештеңеге ақша төлеген жоқсыздар ғой. Ештеңеге ақша төлеген жоқпыз. Барлығы тегін. Біз бұдан алдын баспаған тауымыз, бармаған емшіміз, бақсымыз қалмады. Кімнің есігінің алдында құмалақ көрсетіп, құмалақ ашады деп соңында кіріп кете беретін еді. Сонда не деп айтады? Құмалақшы түбінде болады деймін. Жақында болады, жақында болады, көтереді. Соған сеніп біз мәз болып кетеміз. Сол жақынды күтіп жүреміз сосын. Қашан болады? Наверное, осы кезде айтқан шығар. 2021 жылда. Осы шығар. Ең жүрегіңге бататыны, ауыратыны айтады ғой, өмірде бола бермес, сөз дегенің өмірдеген үйретер көз деген дейді. Адам қалауы болатын болса, бізде осы баққан 10 шақты бала болатын еді. Әрине. Ол беруші де Алла, алушы да Алла. Бірақ осы күнге әкеліп тұр екен да. Жақсылықтың ерте кеш жоқ дейді, қуаныштың да. Міне осыған жетіп отырмыз. Аллаға шүкір, үлкен рахмет. Барлықтарына үлкен алғыс білдіреміз. Алғысымыз шексіз. Жалпы енді 8 жыл бала жоқ деп отырмыз ғой. Осы эко жасату керек ау деген бір ой ең бірінші рет қашан келді сізге? Эко жасату, біз ол кездері 8 жыл бізде бала болған жоқ, бала сүйгіміз келді. Енді біз ажырасу үстінде жүргенбіз. Күйеумен күнде ұрсамыз, ажырасайық, болды, сен мені жібер, саған ұрпақ керек деп сөйтіп жүрген кезінде күйеуім жұмысына кетіп қалды. Ал мен үйде сол сотка, интернет, әлеуметтік желі деген сияқты сол әлеуметтік желіден көрдім. Бірақ басында енді сене қойған жоқ, вау деп. Соны бірақ болды ой. Неше түрлі жаңағы нелерді көрдім. Бала сүйген әйелдерді көрдім, бала сүйге болады дегендерді көрдім. Сөйтіп кешкісін күйеуім келді. Бір ауыз болған айтып көрдім, мүмкін ажыраспасаң осыны көрейік, эконы жасатып көрейік. Ал егерде экодан да болмаса, ажырасуымызға тура келеді деп. Содан шешім қабылдадық қой екеуміз бірге. Бір-бірімізді сүйеміз, ажырасу деген вариант бізде жоқ деді ма жолдасымыз. Қайтсек те бізде бала болады деген шығар енді. Сондай сенімділіктің арқасы деп ойлаймын жағынан. Дұрыс. Уже 8 жыл деген аз уақыт емес білген адамға да. 8 жылдың ішінде не болмады, барлық қиыншылық болды, ауыртпашылық негізі бұл жерде біз еркекпіз ғой, көтере білеміз, төзе білеміз. Бірақ барлық ауыртпашылық менің келіншегіме түсті, мен анама түсті. Енді бұған да айтады, қашан немерең бар ма? Үйге қонақ келсе болды, әй бесік той қашан болады деп. Сол әркімнің сөзі жүрегіңе қадала береді да. Содан кейін көшеге де шыққың келмейді. Келіншегім кіреді, бөлмесіне кіріп жылап отырады. Мен де есіктің алдына шығып, еріксіз көздеріме жас беріп отырам, бірақ одан пайда жоқ. Бірақ сонда да кішкене жеңілденіп қаласың да. Ажырасам деген ой өзіме негізі келді, келмеді емес. Бірақ сүйіп қосылғаннан кейін жібергім келмеді. Болатын шығар, үмітсіз шайтан дейді, үміттеніп жүрдім. Ақыр түбінде мінеки үмітім ақталды, Аллаға шүкір. Қазір керемет. Қазіргі таңда сол енді сол бала ғой біздің қайғы мұңымызды ұмыттырған. Неше күн демей неше жыл мен жылап төсекте көз жасымды көрсе, соның барлығын ұмыттырған сол бала. Барлық қайғы қасіреті жылауыңыздың бәрі бір күнгідей болмай ұмытылып кетті ғой. Иә, ұмытылып кетті. Дұрыс. Қазір еске алсаң енді мұңаясың. Қазір Аллаға шүкір ондай жоқ. Мен қазір достарым тойына барам, баламды ертіп. Мен келін іздеймін қазір. Егерде сен мен бесік құда боламын деп.
Енді әділет жалғыз қалмасын, әлі жассыздар. 2 жас енді планды берулеріңізге болады. Өздігінен болмай жатса, тағы да барып поликлиникаға кезекке тұрып, тағы да бір тегін экоға жолдама алып алып. Бұлмен тоқтамаңыздар. Оны айтып отырған себебім, қазір жасыңыз өтіп кететін болса, одан көтеру жағы қиындау болып кетеді ғой. Айтып отыр, мен жолдасыма көп тумай қой, 5-6 бала болады. Енді 5-6 болса тіпті жақсы болады. Енді қазір 2-ден бастайық, сол 2-сін жоспарлай беріңіздер әзірге. Рахмет сіздерге келіп, осылай өздеріңіздің тарихтарыңызбен бөлісіп, қандай жолдан өткендеріңізді айтып, бізді көріп отырған көрермендерге сондай күш жігер беріп, сенімділік беріп, ақыл кеңестеріңізді айтып жатсыздар. Назгүл ханым, сізге де көп рахмет. Сіздердің енді іні қарындас әділеттің артынан ере берсін дейміз. Осымен тоқтап қалмаңыздар. Дендеріңіз сіздердің сау болсын, сол балаларды жеткізгенге күш қуат берсін сіздерге Құдай. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Сеніңіздер, алға жүріңіздер, сонда ғана жеңіске жетеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.